Мен қайта оралған ән қайра таңшыған обон деген повестімді жазып бітіп, ол повестің кейіпкерлері, геройлары қырғыз, ек көзі соқыр Бейшен, музыкант, оны сүйген дәрігер қыз Айнагүл. Осы екеуіне сонда қатысты үлкен бір тағдырлы адам, Асқар үлкен дәрігер, чоң дәрігер. Мен осы үшеуінің ортасында жаңағы Асқардың Марат деген баласы бар. Жаңағы кімнің Айнагүл Бейшеннің емдеп жүрген дәрігері, сестра, солай екеуі бірін-бірі солай жақын болып. Мана жазылады. Улантылып. Тек память болып қалып тұр бияқ. Міне осы қайра таңшыған обон, қайта оралған ән повестімді мен ең алдымен осының төрелігін қалыс ағайын қырғыздар айтсын. Өйткені мені қазақтар менің жазушылығымды, журналистігімді танып отырып танымағандай болады. Баяғы қырғыздар айтыматыпта қандай әлгі ескіліктігі ақсақалдар, жазушылар қырғызда осындай жазушы болам екен деген сияқты сөздер айтты ғой. Мен ол тарих бәрін білеміз. Одан кейін мен менің мына повестімді қазақтардан бұрын қырғыз бағасын берсін деп Қырғызстанға алып келіп, Алатау журналында Төлеген Қасымбеков бас редактор, оның жауап секретары Жәлел Садықов. Міне сол кітапты Төлеген мені композитор ретінде сырттай біледі екен. Ол да таң қалып қалды. Бұл кісі жазушы екен ғой. Жәке, Жәлелге айтты. Жақсылап тұрып оқы, маған айтасың. Бұл қандай кітап деп. Сосын мен сөздерде жүрдім. Жәлел оқыды. Оқып, Төкеңе беріпті, Төлегенге айтқан. Содан Төлеген ешқандай ойланбастан, біз қырғыз қазақ бір туған, мұндай Жәлел айтқан қазақтар Жәмила повестін қалай қабылдаса, қырғыздар мына повестті солай қабылдайды. Маған жақты деген сөзді айтқан. Сосын сөздерді Жәлелге тапсырған. Анау сол кезде жаңағы Гүлсараның күйеуі марқұм болып кетті ғой. Әдебиет бөлім басқарады. Жомарт. Аты Жомарт, фамилиясын. Жоқ. Жодарт біле. Жолдасы Гүлсараның Момынованың жолдасы. Әдебиетші өзі. Критик. Сол азаматқа тапсырыпты. Сен қалай осыны қотарасың ба деп. Ол оқып шығыпты да, тамаша, керемет. Бірақ мен қотармаймын. Егер мақұл десеңіздер, Гүлсара Момынова менің келіншегім қотарсыңыз. Сол Гүлсара қотарды. Енді оны оқып, енді журналға басу керек қой. Төлеген өзі оқиды да, маған телефон соғады. Рақаттанып. Сондай керемет мақтап, мынау енді менің жарияламасқа ақым жоқ. Осы Алатау журналына жариялаймыз деп. Басты. Сосын бір күн маған телефон соқты. Илке, мен сенің стиліңе сондай ынтық болып қалдым, ғашық болып қалдым. Менде осындай сынған қылыш деген роман бар. Сол романды қотарсаң қандай болады? Басқа ешкімге қазақ жазушыларын білем мен. Айтыматты аударып қотарып жүрген
жазушыларды білем, барлығын білем. Бірақ олардағы лиризм, сондай тонкий лиризм оларда жоқ. Мен қазақтар Шыңғыс айтып атты қалай аударса да, мен қазақша емес, ана орысша оригиналдан оққаным жақсы көрем деді. Қазақ анау әркім аударған, соған көңілі толмады. Сондықтан сынған қылышты, егер мақұл десең, саған ұйғарып отырым деді. Сосын мен қиналдым. Мен бір қырғызша қотарғам жоқ, бірақ қырғызша еркін сөйлей берем. Бұл қандай әдеби кітап? Оқып көріңіз деді. Оқыдым. Дәл сол кезде Ілияс Есенберлиннің Алмас қылыш деген романы шығып, бүкіл қазақ әдебиетін шулатып жатты. Ол кітапты мен оқығам. Мына сынған қылышты оққаннан кейін, ана Алмас қылышты қайта оқуға менің ешқандай құлқым болған жоқ. Ол бір хронология сияқты, әшейін бір журналистік бір сипаттама сияқты, жазушылық толғаныс, жазушылық үлкен кәдімгі не деп айтуға болады, бүкіл жазушылық мәдениет, сосын образды жасау, сөз мәдениеті, сосын баяндау қалай, қара дүрсін кете ма, жоқ әлде жақсы жүріп жата ма, осыны ойладым да, жоқ, Алмас қылыш сынған қылыштан төмен. Мен тәуекел сынған қылышты қотарам деді. Алғашы 40-50 бетінде қатты қиналдым. Содан кейін біразда қарасам, кімді Төкеңнің бүкіл лексиконын, Төкеңнің бүкіл жазушылық өзінің шеберлігін әптен түсініп алды. Соны толық меңгергендей одан кейін ағылып кетті. Бірінші том шықты, керемет. Қазақтар өздері салыстырып, мен айтқанымдай, ой, біздің Ілияс Омаровтың, Аким Есенберлиннің Алмас қылышы сынған қылыштан төмен. Төлеген Қасымбек мықты тарихшы, мықты жазушы. Бұл терең, бұл кең, бұл сондай адам, бұл сөз қолданысы, бұлай өзінің философиялық толғаныстары Мұхтар Әуезовке ғана ұқсайтын сияқты, бірақ Мұхтар Әуезов емес, бұл Төлеген Қасымбек. Төлеген Қасымбек бұл жай ғана жазушы емес, бұл үлкен қырғыз әдебиетіндегі үлкен тұлға, үлкен болмыс, үлкен жаратылыс, үлкен явление деді. Солай болды. Енді осы ортада екінші том жариялану керек қой. Сол екінші томды мен әзірлеп бергенде осы жерде үлкен шатақ шықты. Ілияс Есенберлин жаңағы жазушы баспасының директор болып отырған. Сол қызметте жүргенде бұл кісінің Алмас қылышы, одан кейін оның алдында Қаһар деген романы шыққан. Міне осы тарихи романдары шығып әптен дүрілдеп тұрған кезінде Бішкекке барады. Бішкекте жаңағы Қуанышбек Маликов. Сол сияқты, әсіресе сол Қуанышбек кімге қатты тиіседі? Есенберлинге. Москваға хат жазады. Қандай бұл? Бұл Есенберлин деген.